Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен анализаторлар, яғни сезім мүшелері туралы өтетін боламыз. Жалпы сезім мүшелері туралы анықтама бере кетейік. Сезім мүшелері адамдағы әртүрлі рецепторлардың көмегімен ағзаның жүйке жүйелерін сезу қабілеті бар мүшелер тобы. Яғни сыртқы ортадағы әртүрлі сезімдерді қабылдай алады. Яғни қозғалыстарды немесе әртүрлі рецепторлардың көмегімен қабылдау процесі мүшелері. Соның ішінде сезім мүшелерін бізде анализаторлар деп те атайды. Анализатор ұғымын ең алғаш рет ғылымға Павлов деп аталатын ғалым енгізген, сіздерде сұралады. Және анализатор 3 бөлімнен тұрады: қабылдаушы, орталық жүйке жүйесі және шеткі жүйке жүйесі бөлімдерінен құралған. Бізде сезім мүшелерінің негізгі 5 түрі бар: дәм сезу, иіс сезу, сипап сезу мүшелері, есту және көру мүшелері. Бүгінгі біздің айтатынымыз есту, яғни соның ішінде құлақ. Бұл бізде негізгі анализаторлардың бір түрі. Ал қазір сіздердің көріп тұрғандарыңыз бұл құлақтың ішкі сыртқы бөлімі. Енді осы құлақ туралы тоқталайық. Құлақтың негізгі қызметі сыртқы ортадан келген әртүрлі дыбыс толқындарын қабылдап, ішке жіберу. Осы дыбыс толқындарын қабылдаған кезде жүйке талшықтары арқылы біздің орталық жүйке жүйемізге барып, талданып, жауап қайтарылады. Құлақ өзі 3 бөліктен тұрады: ортаңғы, сыртқы және ішкі құлақтан. Сыртқы құлақ. Оқушылар, естеріңізде болсын, ОБТ-да каждый құлақ бөлімдері жеке сұралады. Яғни ортаңғы құлақ дегеніміз не, ішкі құлаққа не жатады, сыртқы құлаққа не жатады деген секілді. Сыртқы құлақ бөлімдеріне тоқталайық. Сыртқы құлақ бұл бізде бірінші құлақ қалқаны, яғни кәдімгі біздің көзбен көріп жүрген құлағымыз, ол қалқан деп аталады. Келесі, бұл бөлік бізде есту жолы, яғни дыбыс жолы деп аталады. Құлақ қалқаны ішке қарай дыбысты бағыттайды, ал есту жолы арқылы дыбыс дабыл жарғағына жіберіледі. Және мынау ішкі ортаңғы бөлімі дабыл жарғағы деп аталады. Міне, егер былай жақындататын болсақ, мынау дабыл жарғағы. Көріп тұрғандарыңыз. Сонда бізде сыртқы құлақтың өзі 3 бөлік. Яғни дабыл жарғағы, пердесі немесе есту пердесі деп аталады. Есту түтігі, одан кейін барып мынау құлақтың қалқаны деп аталады. Енді келесі бізде ортаңғы құлаққа келейік. Ортаңғы құлақтың өзіндік ерекшеліктері бар. Ортаңғы құлақ 3 түрлі сүйекшеден құралған. 3 түрлі сүйекше ол бізде төстік, үзеңгі, балғашық деп аталады. Міне, мынау үшеуі. Төстік, үзеңгі, балғашық деген осы. Бұл үшеуін қосқан күннің өзінде салмағы 1-2 грамды ғана құрайды. Ортаңғы құлақта негізі сырттан келген, дабыл жарғағынан келген мәліметтер осы жерге келіп түседі. Одан ары қарай дыбыс, дыбыс одан ары қарай ішкі құлаққа беріледі. Ішкі құлаққа беріледі. Ішкі құлақтың өзі бірнеше бөлімнен тұрады. Ол бізде вестибулярлы аппарат және мына жерде вестибулярлы аппарат көрсетілген. Одан кейін ұлулы дене деп аталады мына бөлім. Ұлулы дененің іші сұйықтыққа толып болады. Ол сұралады мына жер. Іші сұйықтыққа толы болады. Сосын вестибулярлы аппарат немесе бұларды шытырман деп атайды. Әртүрлі бір-бірімен жиналып, бүгіліп қалған болып орналасқандықтан оларды шытырман деп атайды. Ал мынау жаңағы 3 сүйекше: төстік, үзеңгі, балғашық. Ары қарай жалғастырайық. Бізде келесі құлақтың, яғни бізде ол сезім мүшелері болғандықтан, ол жерде міндетті түрде жүйке жүйелері болуы керек. Ішінде бұлшық еті де бар, Бұлшық еті міне. Бұл кәдімгі құлақтың дабыл жарғағымен тікелей байланысқан, кейде құлақты нервтің әсерінен қимылдатуға қабілетті. Және мына жерден нервті көретін болсақ, яғни жүйке жүйелері нерв деп отырғанымыз, мына жерде орналасқан, мынаның барлығы сезім мүшелерінен тікелей рецепторлар. Мынау шытырманмен, яғни бұл жерде ұлулы денемен байланысқан, және мына жерде шытырманмен байланысқан. Біз сыртқы ортадан дыбысты қабылдаймыз. Ол дыбыс талданып, қайда барады? Есту дабыл жарғағынан ортаңғы құлаққа, ортаңғы құлақтан
вестибулярлы аппаратқа және шытырманға барады. Ал шытырманнан ол ұлулы денеге, ұлулы денеден ары қарай мынау нерв талшықтары, яғни жүйке талшықтары, нейронның ұштары рецепторлардың көмегімен орталық жүйке жүйесі миға немесе жұлынға жіберіледі. Осы арқылы бізде есту жүйесі жүзеге асырылады. Келесі бізде айтатын мүшеміз ол есту түтігі немесе Евстахиев түтігі деп аталады. Бұл да оқушылар өте көп сұралады. Көп оқушылар шатастырып жатады есту түтігі мына жермен. Жоқ, есту түтігі деген мынау. Ұзын көріп тұрғандарыңыз есту түтігі. Есту түтігі, бұның ерекшелігі қандай? Есту түтігі ортаңғы құлақпен, мына жердегі ортаңғы құлақпен адамның жұтқыншағын байланыстырады. Евстахиев есту түтігі. Мысалы айтатын болсақ, адамдар ауырған кезде, тұмау ауруымен ауырған кезде, немесе тағы да басқа тыныс алу жолдарының ауруымен ауырған кезде, бізде жұтынған кезде, немесе мұрнымыз бітеліп қалған кезде, немесе тағы да басқа процессе болған кезде құлақ арқылы ести аламыз, немесе құлақ жолы бітеліп қалады. Ол осы Евстахиев түтігі тікелей бітеліп қалады. Даже біз кәдімгідей асты жеп жатқан кезде, механикалық әсер істеп жатқан кезде, жұтынған кезде, жұтыну процесін өте ақырын тұрғыда ести аламыз. Ол осы есту түтігінің көмегімен жүзеге асырылатын болады. Құлақ туралы жалпы мәлімет осы, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта біз басқа да анализатор бөлімдерімен танысатын боламыз.